Тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табу. Нахождение площади прямоугольного треугольника. Finding the area of a right triangle. Тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табу. Үшбұрыштың ауданын палетканың көмегімен анықтауға болады. Яғни шаршылар мен тор көздерге бөлінген пленка арқылы анықтай аламыз. Шаршы 2 бірдей үшбұрышқа бөлінген. Олай болса, әр қайсысының ауданы, яғни әр үшбұрыштың ауданы шаршының ауданының жартысына тең. Тікбұрышты үшбұрыштың ауданы тікбұрыш жасап тұрған екі қабырғасының көбейтіндісін 2-ге бөлгенге тең. Тікбұрышты үшбұрыштың формуласы ұзындығы мен енінің көбейтіндісін 2-ге бөлгенге тең. Мына формулаға сүйеніп орындаймыз. Тікбұрышты үшбұрыштардың ауданын табуымыз керек. Үлгі ретінде сендерге соңғы тіктөртбұрыштың орындалу ретін көрсетемін. Тіктөртбұрыштан қиып алынған тікбұрышты үшбұрыштың 8 см бұл ұзындығы, ені 4 см. А 8 см, Б ені 4 см. Мына формулаға сүйеніп, ұзындығы мен енін көбейтеміз. 8 см көбейту 4 см, 32 см-ге тең. Оны бөлеміз 2-ге. Тең 16 см квадрат. Яғни тікбұрышты үшбұрыштың ауданы сантиметр квадрат өлшем бірлігімен жазылады. Мұнда не үшін 2-ге бөлеміз десек, өйткені үшбұрыштың екеуі тіктөртбұрыш 2 бірдей үшбұрышқа бөлінген, яғни мынау жартысы. Сол себепті 2-ге бөлеміз. Төртінші есеп, боялған бөліктері қанша, соны бөлшек сан түрінде жазу керек. Біз бір фигураның боялған бөліктер және боялмаған бөліктер осы 2 түрінде жазып көреміз. Үлгі ретінде мен 4-ші дөңгелек фигураны алдым. Мұнда барлығы 9 бөлік. Ол бөліміне жазылады сызықтың астына. Мына сызық бөлу амалы және сызықтың үстіндегі қызыл түс бұл алымы. Яғни боялған бөліктері алымы мұнда 4-еу. Олай болса бөлшек сан түрінде оқысақ 9-дан 4 бөлік. Ал боялмаған бөліктері түрінде жазсақ, барлығы жаңа айтып өткен 9 бөлік, сызықша бөлу амалы алымына бос тұрған боялмаған бөліктерін жазамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Олай болса 9-дан 5 бөлік. Қалған бөліктерді де дәл осылай орындаймыз. Боялғанын алымына жазамыз. Симметриялы фигуралар теңдей бөлініп, бір-біріне беттестіргенде өте дәл сәйкес келеді.